Ықылымнан бері дүние батыс пен шығысқа бөлінді. Алайда бұл батыстың мүддесі үшін ойлап табылған жасанды географиялық та емес идеологиялық ұғымдар болатын. Батыс пен шығыстың теке-тіресі иық тірескен тең қарсылық емес, бір артықшылық пен бір кемшіліктің қарсылығы болатын. Мұндағы батыс лайым білім мен ғылым, өркениет пен мәдениет сияқты жетістіктердің, ал шығыс қарабайырлық, экзотика, жабайылық сияқты кемшіліктердің мекені болып келді. Мұның бәрі әрине жасанды, жүйелі түрде санамызға сіңірілген түсініктер еді. Киноскопқа қош келдіңіздер. Бүгін біз кинодағы ориентализм туралы айтамыз. Палестиналық америкалық зерттеуші Эдвард Саид 70-ші жылдары ориентализм деген еңбегінде батыс тарихындағы барша саяхатшы, жазушы, суретші, ғалымдардың ғасырлар бойы шығыс деген ұғымды қиялдан құрастырып шыққанын дәйектеді. Саидтың зерттеу нысанасы таяу шығыс елдері, бірақ оның талдауын батыс еместің бәріне қатысты қолдануға болады. Өйткені үстем жұрт өзгені отарлауын біз білім мен мәдениет таратамыз деген ағартушы миссиямен ақтап алғысы келді. Ал біреуді ағарту үшін ол қараңғы болуға тиіс. Шығыстың білімсіздігі мен надандығы туралы миф солай шыққан. Бұл көзқарас әрине батыс білімін білім, батыс мәдениетін мәдениет деп есептеп, одан өзгенің бәрін құнсыздандырды. Бұл кинода да анық көрініс тапты. 15-ші ғасырдан бастап батыс бүткіл батыс емес территорияны, әлемнің батыс емес болып саналатын территориясын жаулап ала бастаған болатынды. Өте қызық жағдай, негізінде кез келген адам, тіпті өте жауыз, қатыгез, жаман адамның өзі де қоғам алдында жақсы болып көрінгісі келеді. Сондықтан да бұл жерде де жаңағы бұл отарлап алу, жаулап алу мәселесі бүткіл әлемді батыстықтардың алдында және бүткіл әлемнің алдында жақсы жасап жатқандығын көрсету үшін, соны ақтап алу үшін бір әлеуметтік психологияның нәтижесінде шыққан бір жағдай сияқты. Кино дүниеге келісімен экзотикаға құмартқанын көреміз. Шығыс туралы алғашқы еуропалық картина Алладин мен оның сиқырлы шамы сонау 1906 жылы шықты. Осыдан бастап 1001 түнге негізделген еуропалық фильмдердің бәрінен шығыс әлемі ертегі сияқты елестейтін болды. Голливудта көп кешікпеді. Дуглас Фейербанкстың «Бағдат ұрысы» фильмі 20-шы жылдардағы ориенталистік көп фильмнің бірі болатын. Шығыс сәулеті, костюмдері мен батыс қиялындағы шығыс сиқырының бәрі осында еді. Бұл кезде шығыстық ер адамдар көрнекі сырға тағып, көзін бояп, әйелге тән нышандармен сұлбаланатын. Британ режиссері Майкл Пауэллді бұл тақырыпқа бет бұрғанда көне желіні жалғастырды. Мұнда әйелдер көз тартады, ерлер әйелге ұқсай боянады және олардың көбін шығыстық емес британдық актерлер сомдайды. Шығыста да шығыс бар. Таяу шығыс пен Үндістаннан әрі қарай қозғалғанда батыс әлемі мүлдем жаңа шығысқа тап болды. Бұлардың болмысы үнділер мен арабтардан бөлектеу еді, бірақ қалайда батыс әлеммен терезесі тең емес болатын. Солайша шығыс азиялықтар туралы ояу бөлектеу ориенталистік троптар қалыптасты. Бағдат ұрысында араб ертегісінің кейіпкерлерін еуропалықтар сомдаса, ең үрейлі кейіпкерлерді шығыс азиялықтарға тапсырған. Қысық көзді халық батыстың түсінігінде залым қара күш болып елестеді. Әйгілі Дэвид Уорк Гриффит 19-шы жылғы фильмін «Сынған гүлдер» немесе «Қыз бен Қытай» деп атады. Бұл фильм ақ нәсілді қызға ғашық болған қытайлық жайлы болатын. Картина Қытай еркегін үнді не арабтай феминин типке айналдыра алмаса да, момын, ынжық деген стереотип сіңірді. Құлдық психология деген тіркес қазақ баспасөзінде жиі қолданылады. Алайда бұл батыс деген ұғымға сыймайтын, бірақ батыстың интеллектуалдық өнімдерін пайдаланатын барша қоғамға ортақ мәселе. Өйткені отаршылдар ақ нәсілді адамның артықшылығына адамзатты ғасырлар бойы сендіруге тырысты. О бастан батыс киносы ақ нәсілді адамды қиялдағы шығысқа апарғанда, оны бәрінен ақылды, әбжіл, батыл, күшті етіп сипаттауды әдет қылды. Жергілікті халық сол өңірде мыңдаған жылдар өмір сүреді, бірақ сол жердің табиғатын игере алмайды. Ал ақ нәсілді адам келіп, аң-құсты түгел бағындырады.
әділетсіздікті жеңіп, тәртіп орнатып, жетім баланы жебейтін қаһарман да ақ нәсілді. Арабиялық Лоуренс табыңыз. Фильм Осман империясына қарсы араб көтерілісіне қатысқан британ офицері туралы. Сюжетке сай, бір ағылшын келіп арабтарды көтеріліске бастайды. Ал жергілікті халық оның білімі мен басшылығына зәру қараңғы тобыр ғана. Араб мәдениеті мен шөлі экзотика. Мұндай туындылар батыстың артықшылық сезімі мен ақ нәсілді құтқарушы мифін күшейтті. Лоуренс әдеттегідей арабтарды өзгеден де өзінен де құтқарады. Оның бір ерлігі жергілікті екі құлды қызметкер ретінде жалдауы. Лоуренстің оларға етігін тигізуінің өзі шапағат көрсету ретінде жиектелген. Ориенталист көзқараста шығыс адамы немесе батыстық емес адам ол өте жабайы, ол ганнибал, ол жаңағы мәдениет дегеннен жұрдай, ол кітап жазбайды, ол медианы шығармайды, ода мемлекет болмаған, ол тек қана табиғаттағы жануарлар сияқты өмір сүрген деген сияқты көзқарастардың жиынтығы. Бұл әрине саясаттан бастап өнерге дейін, мәдени көзқарастан бастап, экономикадан бастап, жаңағы тіпті антропология сияқты ғылымға дейін әсер еткен көзқарас. Нәтижесінде өздеріңізде білесіздер, батыста фашизм, нацизм деген өте улы феномендер дүниеге келді. Сондықтан да ориентализм өте қауіпті жағдай. Индиана Джонс қараторы балаларды жергілікті жауыздардан құтқарады. Оның қортық деп ат қойған Қытай баласына деген қамқорлығы да ақ нәсілдің басқаларға жауапты ересек, күшті, ақылды болып сипатталуының бір мысалы. Ал жергілікті халық мұнда шарасыз тобыр ғана. Жалпы кинода шығыс халықтарын не бала, не қорғансыз бейнесіне қамау жиі кездеседі. Яғни астарында ақ нәсіл отарланған жұртты өз жауыздарынан құтқарады деген ой, зорлық-зомбылықты ақтап алу ниеті жатты. Уақыт өте келе батыс шығысты өзара жіктейтін болды. Бірақ әрқашан өзге деп қарауын тоқтатқан жоқ. Мысалы, соңғы самурай фильмінде ақ нәсіл шығыс мәдениетінің жанашыры ғана емес, самурай дәстүрінің соңғы үміті. Кеңестік кинода өзінің ақ нәсілді құтқарушылары мен өзіне тиесілі жабайы шығысы болды. Неміс, француз, ағылшын және америкалық кинодағы танымал троптарды социалистік ұрандарға бағындырған кеңестік ориентализм солай қалыптасты. Әмірліктің күйреуі кеңестік ориентализмнің жарқын үлгісі. Мұнда ақ нәсілді социалист қаһармандар да оларға ерген, яғни қаны орыс болмаса да санасы орыс шығыс большевиктері де бар. Бәрінен бұрын онда білімі аз, ақылы қысқа, арам ниетті әмір мен бай феодалдар, яғни дәстүрлі жергілікті жауыздар бар. Сізді қуантайын деп келдім. Мәне жоғалған асыл мұраңызды тауып әкелдім. Таныдыңыз ба? Бұл сіздің домбыраңыз. Сүйінбайдың домбырасы. Ефим Дзиганның Жамбыл фильміде Жамбыл бейнесін қолдана отырып ұлттық мәдениетті символдық түрде күйретті. Ол аз болғандай қазақтың мәдениеті жоғалған, ал оны өзіне қайтаратын орыс халқымен кеңестер одағы деп меңзеді. Ориентализмге, оның астарында жатқан нәсілшілдік пен стереотиптеуге қарсылық, адамзат баласының теңдігі сияқты мәселелер батыс интеллектуалдық дискурсының ажырамас бөлігіне айналғанымен, заманауи батыс киносында ориенталистік троптар жоқ деп те айта алмаймыз. Уэс Андерсонның «Иттер аралы» футуристік Жапония жайында. Мұнда жапон эстетикасы экзотикалық фон ретінде қолданылған. Фильм ағылшын тілді кейіпкерлер жайлы, ал жапон тілінде сөйлейтіндердің әңгімесі аударылмайды. Олардың не деп жатқаны маңызсыз, тек қана колоритті дыбыс ретінде қолданғанын байқау қиын емес. Осы арқылы Уэс Андерсон Жапонияны түсіре отырып, жапондарды бөтен ретінде қабылдауға итермелейді.
Бір кездегі шығыс бір тұтас жабайы артта қалған деп көрсетілсе, қазіргі ғылыми фантастика заманауи Жапония мен Корея сияқты шығысты тым дамып кеткен, яғни жан дүниесі жоқ, техникаға жұтылған қоғам ретінде елестетеді. Батыс киносы азиялықтарды түр-түрге бөлді. Жағымды және жағымсыз, құтқаруға лайықты және лайықсыз азиялықтар солай пайда болды. Құтқаруға лайықты және жағымды азиялықтар көп жағдайда батысша ойлайтын, батыс құндылықтарын сіңірген, немесе кем дегенде түр келбеті соларға ұқсаңқырайтын болуға тиістеді. Қалқанды елес фильмі осы аттас жапондық манга мен аниме франшизасына негізделген. Түпнұсқада кейіпкер жапон болғанымен, ол азиялық актрисалардың біріне емес, Скарлетт Йоханссонға берілді. Whitewashing, немесе азиялықтар орнына ақ нәсілді актерлерді таңдау бұрыннан бар дәстүр. Мұның астарында шығыстық кейіпкерді жағымды, жанкүйер болуға тұратын азиялыққа айналдыру мезіреті жатса керек. Бұл Кеңес одағында да жиі орын алған жағдай. Соғыс кезінде Ташкентте Яков Протазанов түсірген Насреддин Бухарада фильмінде өзбек ер кейіпкерлердің бәрін көзіне қалыңдап бояу жаққан мәскеулік, петербургтік актерлер сомдады. Жергілікті актерлердің фильмге шақырылмауы шығыстық фольклорды орыс көрерменіне жақындату үшін жасалған болатын. Шығыс деген Еуропа ойлап тапқан ұғым және ежелден бері естен кетпес пейзаждардың, экзотикалық жаратылыстардың және ұмытылмас оқиғалардың орны болды дейді Эдвард Саид. Кинода мұны жекелеген фильмдерден ғана емес, бүтін жанрлардан байқауға болады. Кең жазықтала жабайы жергілікті америкалықтар, ковбой қалпақты ақ нәсілді батырлар. Бір кездегі Голливудтың жетекші жанры вестерн шын мәнінде жабайы өңірге өркениет әкелген ақ нәсілдің артықшылығын насихаттаумен айналысқанды. Үздік режиссура үшін 4 бірдей Оскар алған Джон Фордтың вестерндері сондай еді. Жанрдың табысты болу себебінің өзі де қоғамдағы терең сіңген нәсілшілдікті дөп баса білуінде жатқан сияқты. Осындай фильмдердің ізімен Кеңес одағында да өркениеттерді өзара қарсы қоюға құрылған истерн жанры дамыды. Вестерн иконографиясы, яғни жазық дала, аттар, қару-жарақ пен атыс шабыс сол күйінде көшірілді. Бұл фильмдер орталық Азияға өркениет әкелетін славян тектес большевик туралы аңыз болатын. Әйгілі Шөлдің ақ күні сол троптың жарқын мысалы. Тарихи революциялық фильм деген жанр ретінде дамыған бұл бағыттағы фильмдер орталық Азия даласындағы орыстың үстемдігі мен артықшылығын ақтағандай еді. Сұрқия саясаттың уысындағы отандық режиссерлердің қолынан келгені кеңестердің дұшпаны болып сипатталған бейнелерді бекіту ғана болатын. Кинорежиссер аудиторияны фильм арқылы басқаратын визуалды психиатр. Ал кино көрерменді өзің сияқты ойлауға мәжбүрлеу, қараңғыда сурет салу дейді Гордон Уэллис. Егер камера әлемге қарайтын көз болса, оның кімнің орнында екені аса маңызды. Кеңес одағында әсіресе 50-ші жылдарға дейін шығыс халықтары көзқарастың иесі емес нысаны болды. Мысалы, Пудовкиннің Шыңғыс ханның ұрпағы фильмінде моңғол халқы жабайы болып көрсетіледі. Негізгі ойы патшалық Ресей кезіндегі теңсіздікті сипаттау болғанымен, оны көрсету әдістері ориенталистік тропқа сәйкес келеді. Протазановтың 41-ші фильмі азаматтық соғыс жылдарындағы ақтар мен қызылдар текетіресі туралы. Олар шөл далада адасып жүріп, ақыры бір қазақ ауылына жетеді. Олардың асын ішіп, балаларының санасына большевиктік идеяларды құйып, қолдарына қару ұстатып кетеді. Жиырмасыншы жылдардағы кеңес киносы кеңестік шығысты бейнелеудің сөздігін жасап шығарғандай. Ондағы шығыс шөл дала, оған су жіберіп шөлін қандыратын славян тектес батырлар. Жергілікті халық қалың ұйқыда, оларды келіп оятатын тағы да сол большевиктер. Мұндай нарративтердің жүйелі түрде санаға шегеленгені сондай, оған сеніп қалған жұрт арамызда әлі де жүр. 41-ші фильміндегі кейіпкерлер адасатын Қарағұм шөліне назар салыңыз. Бұл адам баласына қауіпті, дұшпан ниетті аймақ. Ерте кеңес киносындағы шөл орталық Азияның символына айналды. Кедейлік пен жоқшылықтың шөлі болды.
Виктор Туриннің әйгілі түрксіп фильмінде қаңсыған даланы жарылқау тақырыбы барынша ашылды. Қазақ даласы мәңгілік ұйқымен байланыстырылған. Видео қатар сәскедегі үйіз деген қойларды, ұйқыдағы қойшыны, сосын міз бақпайтын мазарларды және тіршілік белгісі жоқ ауылды көрсетеді. Айтпағы, қой сияқты халық қоймен бірге ұйқыда, олардың қалың ұйқысын өліммен салыстыруға болады. Тіршілік белгісі жоқ. Кенет қой үркіп, ит үркіп далаға жан бітеді. Көзін тырнап киіз үйден қазақтар шығады. Анасының етегіне жабысқан балалар да бар. Бұларды оятушы көзәйнек киген орыстар екен. Пудовкиннің Шыңғысханның ұрпағы фильміндегі саудагерлердің келу сахнасы да осыған ұқсас түсірілген. Алдымен кермедегі жылқылар қозғалып, ауладағы иттер абалайды. Сосын сығырай қарап кемпір шығады. Одан соң бірінің ізінен бірі көзін тырнап балалар шығады. Григорий Чухрайдың 41-ші фильмінде де ауылға тақаған большевиктерді көреміз. Киіз үйден сығалай шыққан әйелдер мен бала-шаға, танауын шұқыған сәби, қозғалған түйе, ойлана қараған әйел, мұнда да келушілер тіршіліксіз ауылға жан бітіреді. Үшеуі үш жанрда, үш стильде түсірілген туындылар болса да, кеңес үкіметі жарылқаған халықтар бірдей көрсетілген. Әңгіме түйіні көп ғасырлық ұйқыдағы шығыс халқын біз келіп ояттық. Өркениеттің хабаршысы біз болдық деген нарратив. Оның көп таралғаны сондай, шығыс халықтарының өздері де соған әбден сенді. Жергілікті мәдениет пен өркениет жоққа шығарылды. Ориентализм санаға сыналап кіргендер, одан айығу бір күннің шаруасы емес. Кез келген дерттен айығудың алғашқы қадамы оның бар екенін мойындау болса керек. Ал құлдық санамен өз мәдениетіңді мансұқтау көп адам мойындай бермейтін, саналы түрде қорытпайтын мәселелер. Қазақ мәдениетіне менсінбей қарайтын немесе өгейістік көрсететін фильмдер өзімізде де бар. Көп туындыларда ауыл халқы кедей, білімсіз, тіршілігі қарабайыр болып сипатталып келді. Келинка Сабина фильмінде ауылдың адамдары, қазақша сөйлейтін ауылдың адамдары ақша үшін адами абыройдан айырылатын, басқа біреудің қызын алып қашып кететін, жаңағы зорлықпенен алып қашып кететін сондай жауыз адамдар ретінде көрсетіледі. Өкінішке қарай соңғы жылдарда осындай нео-ориентализм және селф-ориентализм, өз-өзіне ориенталистік көзқараспен қарайтын фильмдеріміз және режиссерларымыз көбейіп келе жатыр. Қазақ киносы мен қазақ санасында басқыншы мәдениеттің алдында құрдай жорғалайтын әдет жойылған жоқ. Туған мәдениетке өгей баланың көзімен қараудың, оны менсінбеудің бір жолы киноны орыс тілінде түсіру. Қазақстандағы киноның басым бөлігі орыс тілінде түсіріледі. Онда орыс тілді кейіпкерлер заманауи, жаңашыл, ауқатты, ал қазақ тілді кейіпкерлер кертартпа, кедей, заманауи өмірге лайықсыз. Осындай қала мен ауыл халқын қарсы қоюда да ориенталистік көзқарас жатқаны анық. Яғни орыс не өзге шетел тілін меңгерген қазақ еуропаланған, заманауи деген түсінік сіңеді. Ал қазақша сөйлейтін қазақ әлде қайда кемшін. Киноны орыс тілінде түсірудің өзінде қазақ тілді көрерменді есепке алмау, орыс тілді көрерменнің ығына жығылу жатыр. Ержановтың фильмдерінде, мысал үшін, ориентализмді өте көп көреміз. Мысал үшін, фильмдердің көбінде, яғни көбінде деп айтайын да, өйткені менің ойымша бәрінде қазақша сөйлейтін адамдар өте жауыз, өте жемқор, өте жаңағы биліктің басында отырып алып, қоғамға көмектеспейтін, қоғамға жанашымайтын жандар. Әлдеқайда оларға қарағанда әлдеқайда жағымды кейіпкерлер, олар орыс тілінде сөйлейтін адамдар. Бұл да мысал үшін жаңағы ориенталистік көзқарасты көрсетеді. Орыс тілді фильмдерде қазақ жастары, жалпы қазақ тілінде сөйлейтін кейіпкерлер, олар кішкене бір орыс тілдерге қарағанда білімсіздеу, немесе жаңағы дөрекілеу сияқты болып көрінеді. Солай көрсетіп жатыр. Ол да бір сол кеңес кезеңінен қалған комплекс. Америкалық фильмдерде американецтер өздерінің кейіпкерлерін, екінші кейіпкер Қытай болса, ол өзін
жоғары көрсетеді, ағылшын кейіпкерді. Немесе қара нәсілді кейіпкерді алатын болсақ, олар екінші планда болады, ал өзінің басты кейіпкер ағылшынды, олар сол қара нәсілдіні пайдалана отырып, өзінің жаңағы кейіпкерін көтереді. Сол сияқты бұл жерде де мен ойлаймын, орыс тілді режиссерлардың фильмдеріндегі қазақ тілді кейіпкерлерді пайдалану арқылы олар өздерінің кейіпкерін көтеретін сияқты. Бұл стереотиптерді өзгерту керек, және бұл уақыт өте өзгереді деп мен сенемін. Туған мәдениетке ориенталистік көзбен қарау, оны кемсіте көрсетумен тең. Ориентализмнің бір белгісі шығыс халықтарын экзотика ретінде сипаттау болса, өз мәдениетіне экзотика ретінде қарайтын режиссерлер де бар. Жаң Имаудың «Қызыл шамды көтеріңіз» фильмі байға кәнизак болған Қытай әйелі жайлы. Фильм жоғары бағаға ие болғанымен, бұл Қытай тарихы мен дәстүрлеріне батыстың жұмбақ шығыс туралы қиялын қанағаттандыратын экзотикалық және сенсациялық көзқарасқа сай деген сынға ұшырады. Мұндай көзқарас қазақ киносында да жеткілікті. Отарланған территориядағы қоғамның кейбір балалары отарлаушының тілінде сөйлеп, мәдениетіне бой алдырды. Нәтижесінде жаңа self-orientalization немесе өз-өзіне батыстықтың көзқарасымен қарау деген сияқты феномен пайда болды. Расында да, мысалы үшін бір отарланған қоғам ретінде қазақ елінде де қазақтың өзіне, қазақтың баласының жаңағы бір отарлаушының көзқарасымен қарауы, ориенталистік көзқараспен қарауы киноларымызда жиі кездесіп тұрады. Мысалы үшін ориентализмнің ең негізгі ерекшеліктерінің бірі мынау жаулап алған, отарлап алған қоғамды экзотизациялауы және эротизациялау. Бұл жағдайды мысалы үшін қазақ киносынан өте көптеп көреміз. Мынау аңшы, Апримовтың аңшы фильмінде бұл екеуін де көрем. Жаңағы бір жағынан эротика бар, екінші жағынан экзотика, тауда өмір сүретін, жаңағы бір қасқырға айналатын адамдар деген сияқты сондай бір мифтік деп түсінуіміз мүмкін. Жоқ, бұл жерде мифтік емес, бұл жерде нағыз ориенталистік көзқарасты көреміз. Тюльпанда, мысалы үшін, 2 жыл жаңағы Ресейге кетіп, өзінің тілін ұмытып қалған адамды көреміз. Мысалы үшін, бұл ақылға қонды нәрсе емес. Сөйтеді жаңағы бір қызды, сол Тюльпан фильмінде мынау люстраға, қалың мал ретінде люстра апарады, яғни люстраға сатады, люстраға айырбастайды. Бұл мысалы үшін өте, қалай деп айтсам болады, нағыз ориенталистік көзқарастың нағыз өзі. Ұлттық дәстүрді бейнелеу ұстара жүзімен жүргендей нәзік мәселе. Қазақ дәстүрлі мәдениетін сипаттайтын фильмдерде оны көрсету үшін ғана көрсете ме? Әлде шын мәнінде қорыта келе кино тіліне сіңіре ме? Байыптауды қажет ететін мәселе. Өз мәдениетімізді экзотикаға айналдыру жақсы ұлттың көрінісі емес. Мен де мысалы дәстүрлі осы көріністерді элементті өзім фильмге кіргізгім келеді, бірақ мен кіргізген кезде оны шынайы өмірдегі қолданбалы, қолданыстағы дүние ретінде енгізгенді қалаймын да, мысалға Ақтан арғын Құбат. Енді бүгінгі көз тірі сондай әлемдік беделі бар үлкен автор ғой. Мысалы ол көбіне мысалы фильмдерінде оның жерлеу салты бар. Көміп атқан адамдарды жерлеу, бейіт басындағы, мола басындағы көріністерді көрсетеді. Немесе тағы да бір жылап келіп көрісіп атады. Тағы да бір дәстүрлер болады мысалға. Дәстүр жүн сабалып атады, мысалға киіз басып атады деген секілді. Оның бәрі бір міне біз қырғыздың дүниесі осындай, дәстүрі осындай, салт осындай деген дүниеден емес, ол қолданыста. Тіршілік болып жатыр, соның ішінде ана тіршілікте қайнап жүріп жатыр, шынайылық жүріп жатыр. Сонда сіз оның эффектісі сізге көрермен ретінде бойыңызға сіңетін. Ал оның басты себебі не деп ойлайсыз? Ақтан арғын Құбат ол өзінің қырғыздың салт дәстүрі мәдениетін ішінен біледі. Ішінен біледі деген сода өскен. Сонымен тіршілікте өскен, сол ортаның адамы. Ал шынайылық әрқашанда өтімді және ғұмырлы. Ориентализм дүниені батыс пен шығыс деп екіге бөліп, әлемге дуалистік көзқараспен қараудан туады. Мынау мәдениетті, мынау мәдениетсіз, мынау өркениетті, мынау өркениетсіз деген екіге жару бар. Шын мәнінде дүние одан әлде қайда күрделі. Бүгінгі бағдарлама осымен тамам. Келесі киноскопта кездескенше.